Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Димаш Құдайберген әйгілі Madison Square Garden'де әнұранын орындап жеке концерт берді. Димаш Құдайберген араға 6 жыл салып ақш-қа барды, деп хабарлайды Түркістан КЗ. Қазақстан телеарнасының жазуынша, әнші әлем жұлдыздары үшін арман болған сахнада жеке концерт беру үшін барған. 20 мың орындық стадион көрерменге лық толды. Көбі бұл күнді асыға күткендерін айтады. Бұл қазақтың өнері мен мәдениетін әлем жұртына паш еткен кеш болды. Күллі көрермен Димашпен бірге әнұранды орындап, қара домбыраның күмбіріне бойлап, халық әндерін шырқырады. Әсіресе тау ішінде әніне елітпеген жан кемде кеп. Димаш жаңа әнінде таныстырды. Дәл қазір осы тұрғанда мен қарапайым қазақтың арман қуған Ақтөбе қаласында туып өскен кішкентай ғана бала едім. Ер жеттім, жігіт болдым. Дей тұрғанмен дәл бүгінгі күні әлемдегі ең бірінші танымалдылығы жағынан номері 1 стадион болып саналатын Madison Square Garden'де қазақша әнімізді қазақ тілімізде насихаттап, оның үстінде жергілікті көрерменге әлемнің түкпір-түкпірінен келген қазақ біздің тілге, біздің өнерге қошеметін көрсетеді дегенді кезіндегі Димашқа айтса, мен сенбес едім. Барлығы сіздердің тілектеріңіздің, дұғаларыңыздың, сіздердің мені осы күнге дейін кем-кеттігіме көз жұмып, нұрымды тасытып, шабуымды көтеріп, қолдап келе жатқандарыңыздың арқасында, дейді әнші. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.